Міне достар, маған $0.6 түсті. Ассалаумағалейкум достар, егер де сіздер артына тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, осы видеоға лайк бас, сонымен қатар коммент жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге қазір керемет инвестиционный проект көрсететін боламын, сондықтан видеоны до конца көрейік. Достар, ең алдымен проектте тіркелу үшін регистр деген батырманы басамыз. Фон номер деген жерде плюс 55 дегенді қазақстандық кодқа айналдырамыз. Please enter your phone деген жерге номерін жазамыз. Password деген екі жерге қайталаймыз. Яғни новый паролімізді invitation код деген менің реф-ссылкам. Sign up now деген батырма арқылы сіздер сайтқа регистрация батырмасынан өте аласыздар. Ал мен өзімнің личный кабинетіме кірейін. Міне достар, сайт осындай. LNML Global Investment Activities деген яғни жазу шықты. X деген батырманы басамыз. Қарайтын болсақ, проект рабочий секілді, себебі осындай керемет фотолары бар екен. Қарайтын болсаңыздар, Recharge, Withdraw, Invite деген 3 кнопка бар екен. Яғни Recharge дейтініміз ақша салу, Withdraw ақша шығару, Invite дегеніміз адамдарға бөлісу. Бұл жерде біз VIP деген пакетті сатып алу арқылы ақша табатын боламыз. Яғни инвестиционный проект дегеніміз осы. Инвестиционный проекттің бір минусы, бұл жерде жабылып қалса ақшаңыздың бәрін, яғни кетіріп алуыңыз мүмкін. Ал жақсы жұмыс жасаса, сіз ақшаңызды еселейсіз. Яғни инвестмент деген рискі бар ақша табу жолы. Май деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде сіздерге ең алдымен $10 бонусқа беріледі. $6 өздеріңіз салып аласыздар. Мен $6 өзім салып алдым. Recharge деген батырма арқылы. Бұл жерде USDT-20 кошелегі арқылы ғана сала аласыздар. Confirm деген батырманы басамыз. Мына жерге қарайтын болсаңыздар, Recharge rank $6-дан $10,000-ға дейін салуымызға болады делінген. Мына жерге қанша салу керектігін жазасыздар. Міне, одан кейін Submit Recharge деп батырманы басып, яғни жасайсыздар. Міне $6 дейік, Submit Recharge. Міне қарайтын болсаңыздар, осындай 320 адреске берілген. Сіздер просто нені Copy Success деген батырма шығады. Одан кейін Submit Recharge деп автоматты түрде осы сайтқа, яғни ақшаларыңыз түсетін болады. Достар, қарайтын болсақ, мына жерде All Income деген батырманы басамыз. Егер де вебта сатып алған болсақ, Start Task деген батырманы басу арқылы, яғни біз мына жерге қарайтын болсақ, комиссионный рейт 3.75%. Бұл жерде X деген батырманы басамыз. Міне болды. Start All Earning 0 деп тұр. Recharge деген батырманы басайық. Record деген батырманы басайық. Мына жерде $0.6 мен комиссионный уже алып қойдым. Балансымда $16.6 қалды. Сонымен қатар Home деген батырманы басу арқылы, бұл жерде басқа пакетті де таңдай аласыздар. Daily Order 2, яғни жаңағыдей 2 рет жасайсыздар, немесе 3 рет деген секілді. Бірақ ол жерге сіздер қарайтын болсаңыздар, $125, біреуіне $45, $350 дегендей салу қажет болады. Сөйтіп қана сіздер күнделікті комиссионный $13, $3, $40 таба аласыздар. Сонымен қатар Invite деген батырманы басып көрейік. Мына жерге достарымызды шақыра аламыз. Досымызды не үшін шақырамыз? Досымызды, яғни процентін көру үшін шақырамыз. Мына жерге Copy деген батырманы басамыз. Copy Success деген батырма шығады. Досыңызға осы ссылканы жібересіз. Ол осы ссылка арқылы тіркеледі, ақша салады. Сөйтіп сізге белгілі бір проценті беріліп отырады. Ал ендеше видеомыздың ең тәтті жеріне, яғни Webitқа келетін болсақ, Withdraw деген батырманы басайық. Мына жерге USDT деген батырма жазылып тұр. Confirm деген батырманы басам. Бір деді. Бұл жерге біз $0.6 деп жазамыз. Бұл жерде Withdraw $0.6-дан басталады екен. Мына жерде Please bind the address first деді. Яғни Verify адресті жазамыз. Біз шығаратын. Бұл жерде шығару үшін ең алдымен верификациядан өтуі қажет. Верификация дегеніміз кошелегімізді тіркейміз. Save деген батырманы басамыз. Successful save деген батырма шықты. Енді мына жерге де пассвордты қайталайтын боламыз, кейін болды. Successfully save деген батырма шықты. Мына жерге Please enter your password деген жерге қазір қайталайтын боламыз. Міне Submit Withdrawal деген батырманы басып жіберейік.
Successful withdrawal деп шықты. Міне достар, маған $0.6 түсті. Енді сіздер де осылай ақша таба аласыздар. Ол үшін осы проектпен жұмыс жасау қажет.